Сәлеметсіздер ме? Мен Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжінің оқытушысы Оразхан Назым Төлепбергенова. Пән атауы баланы ерте дамыту әдістемелері. Сабақтың тақырыбы таным білім беру саласының базалық мазмұны. Сабақтың мақсаты студенттерге балабақшада ересектер тобында қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру сабағын ұйымдастыру туралы түсінік беру. Сан, көп, біреу, бір-бірден, бірде-біреу жоқ ұғымдары туралы түсініктерін қалыптастыру. Кіші топ 2 жастан бастап таным білім беру саласының базалық мазмұны қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, құрастыру, жаратылыстану ұйымдастырылған оқу қызметінде іске асырылады. Бүгін біз қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру оқу қызметін мен жұмыс жасайтын боламыз. Сан, көп, біреу, бір-бірден, бірде-біреу жоқ ұғымдары туралы түсініктерін қалыптастыру, дағдыларды қалыптастыру, біртекті заттардан топтар құрастыру және олардың біреуін бөліп көрсету, бөлмедегі заттарды ажырату және олардың санын анықтау, заттарды салыстыру, заттардың бір тобын екіншісіне бірізділікпен беттестіру және қосу, заттарды бір қатарға реті бойынша бір бағытта солдан оңға қарай оң қолымен орналастыру. Шама бойынша заттардың әртүрлі болатыны туралы түсінік беру. Ұзындығы мен ені бойынша екі қарама-қарсы және бірдей заттарды салыстыру, биіктігі мен қалыңдығы бойынша екі қарама-қарсы және бірдей заттарды салыстыру дағдыларын қалыптастыру. Геометриялық пішіндер. Балаларды геометриялық пішіндерді тануға және атауға үйрету. Шеңбер, шаршы, үшбұрыш, түйсіну және көру арқылы пішін түрлерін зерттеуге үйрету. Геометриялық пішіндерді тану және атау пішін түрлерін зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Кеңістікте бағдарлау. Өзінің дене бөліктерінің орналасу бағдарын білуге үйрету. Өзіне тікелей жақын кеңістік бағдарын анықтау, заттарды сол жақтан оң жаққа қарай орналастыру, өзінің дене бөліктерінің басын, аяғын, қолдарын бағдарлау және атау дағдыларын қалыптастыру. Уақытты бағдарлау, тәулік бөліктерін тану және атау, таңертең, күндіз, кеш, түн дағдыларын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: бір затты топтан бөледі және топтарға біріктіре алады. Біртекті заттарды құрастырады және бөліп ала алады. Заттарды қатарға реті шамасы бойынша оң қолымен солдан оңға қарай қояды. Екі қарама-қарсы және бірдей заттарды ұзындығы мен ені, биіктігі бойынша беттестіру және тұтастыру арқылы салыстырады. Геометриялық пішіндерді таниды және атайды. Дөңгелек, шаршы, үшбұрыш өзіне қатысты кеңістікті бағдарлай алады. Тәулік бөліктерін таңертең, күндіз, кеш, түнді таниды және атайды. Екінші жарты жылдықта қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру пәнінде сан, көп, біреу, бір-бірден, біреуде жоқ ұғымдарын ажырату дағдыларын жетілдіру. Екі тең немесе тең емес заттар тобын салыстыра білу, бір топтағы заттарды екінші топтағы заттарға беттестіру және тұтастыру тәсілдерін пайдалану. Шама екі қарама-қарсы және бірдей заттарды ұзындығы, ені, биіктігі және жуандығы бойынша салыстыра білуді бекіту. Геометриялық пішіндер туралы білімдерін нақтылау, дөңгелек, шаршы, үшбұрыш, кеңістік және уақытты бағдарлауға үйрету, тәуліктің қарама-қарсы бөліктерін анықтауға үйрету. Күтілетін нәтижелер: көп, бір-бірден, бірде-біреу жоқ түсініктерін біледі, ұзындығы, ені, биіктігі, жуандығы бойынша бірдей, екі әртүрлі және бірдей заттарды салыстыруды біледі, салыстыру нәтижесін сөзбен жеткізеді, геометриялық пішіндерді біледі, кеңістік пен уақытты бағдарлай біледі, оң және сол қолдарын ажырата алады. Енді ересектер тобына тоқталатын болсақ, бірінші жарты жылдықта бұл жерде жиын туралы қарастырады. Әртүрлі түстен, өлшемнен тұратын заттардың жиыны туралы түсініктерін қалыптастыру. Заттарды салыстырып қою керек, оларды санамай-ақ жұптарын салыстыру. Салыстыру негізінде тең немесе тең еместігін анықтай білуді үйрету. Және сан санау. 5 көлемінде санау, заттарды үлгісі бойынша және аталған саны бойынша санау дағдысын қалыптастыру, сандарды тәртібі бойынша атауға және қорытынды санды атауға, барлығы қанша сұрағына жауап беруге үйрету, бірінің астына бірі екі қатарда орналасқан заттардың екі тобын салыстыруды үйрету.
теңдік және теңсіздік туралы ұғымдарды қалыптастыру, салыстырылатын топтар 1, көп, 1 немесе 2, 2 және 3 және 4, 4 және 5, теңдік кем топқа үстемелей отырып немесе артық топтан бір затты алып тастай отырып екі тәсілмен орнатуға, қанша еді, қаншасы қалды сұрақтарына жауап беруге үйрету. 5-ке дейін реттік санау дағдыларын дамыту, реттік сан есімдерді атау, нешінші саны бойынша қайсысы сұрақтарына жауап беру дағдыларын дамыту, 5-ке дейінгі сандармен таныстыру, сандық топты белгілеу, әртүрлі сезім мүшелерінің көмегімен санау дағдысын дамыту, көру, есту, сезу, тура және кері бағытта 5 көлемінде санатып жаттықтыру. Шама, заттар шамасы бойынша әртүрлі болғандығы жайлы түсінік беру, ұзындығы және ені бойынша бірдей және екі түрлі заттарды салыстыру, биіктігі және жуандығы бойынша бірдей және екі түрлі заттарды салыстыру, шаманы салыстыруда беттестіру және тұтастыру тәсілдерін қолдану. Геометриялық пішіндер. Балаларды геометриялық пішіндерді шеңбер және төртбұрыш, үшбұрыш сияқты геометриялық пішіндерді ажырату және дұрыс атай білуін, пішіндерді көру және сипап сезу арқылы іздену, зерттеу қызығушылығын дамыту. Дағдыларды қалыптастыру. Геометриялық пішіндерді тану және атау, пішіндерді зерттеу дағдыларын қалыптастыру, кеңістікте бағдарлау, өзінің дене бөліктерінің орналасуына қарай бағдарлай білуге үйрету. Дағдыларын қалыптастыру, өзіне қатысты кеңістік бағыттарын анықтай білу, заттарды оң қолымен солға қарай, солдан оңға қарай орналастыру, өзінің дене бөліктерін бағдарлау және атау, таңертең, күндіз, кеш, түн, тәулік бөліктерін ажырату және атай білу дағдыларын қалыптастыру. Күтілетін нәтиже: 5 көлемінде санай алады, сандарды ретімен атайды, теңдік және теңсіздік туралы ұғымдарға ие, шамасы әртүрлі 2-3 затты ұзындығы, биіктігі, ені, жуандығы бойынша өсу және кему ретімен орналастыра алады, геометриялық пішіндерді және геометриялық денелерді ажыратады және атайды, кеңістікті және уақытты бағдарлай алады. Екінші жарты жылдығында жиынтық сапасы бойынша әртүрлі заттардан тұратындығы туралы түсініктерін жетілдіру, осы заттардың сыңарларын қою негізінде салыстырып, теңдігін немесе теңсіздігін анықтау іскерлігіне жаттықтыруды жалғастыру. Сан және санау. 5-ке дейін тура және кері санауды жетілдіру, теңдікті кем топқа үстемелей отырып, немесе артық топтан бір затты алып тастай отырып, екі тәсілмен орнатуға, қанша еді, қаншасы қалды сұрақтарына жауап беруге үйрету. Топтарды салыстыру негізінде сандық мәндерді дұрыс талдап қорыта білуді дамыту. Әртүрлі сезім мүшелерінің көмегімен санау дағдысын дамытуды жалғастыру. Шама, ұзындығы, ені, биіктігі, жуандығы бойынша беттестіру және тұтастыру арқылы екі қарама-қарсы және бірдей заттарды салыстыру дағдысын бекіту. Геометриялық пішіндерді шеңбер, шаршы және үшбұрышты тану, атау, пішіндердің пішінін сипаттап сезу және көру тәсілдерімен зерттеу. Кеңістікте бағдарлау, өзінің дене бөліктерінің орналасуын бағдарлау дағдыларын бекіту, өзіне тікелей жақын кеңістік бағыттарын анықтау, уақытты бағдарлау, тәуліктің қарама-қарсы бөліктерін анықтау және тану дағдыларын қалыптастыру. Күтілетін нәтижелер: тәулік бөліктерін таңертең, күндіз, кеш, түндер, бүгін, кеше, ертең, жылдам, баяу ұғымдарын атайды, өзіне қатысты кеңістіктегі заттардың орналасуын анықтай алады, жасалған әрекеттердің көмегімен түрлі тәсілдерді шешудің әдістерін табады, қарапайым себеп-салдарлық байланыстарды анықтай алады. Үйге тапсырма. Мектеп алды даярлық тобына геометриялық пішіндер тақырыбында сабақ жоспарын құрып дайындау. Назарларыңызға рахмет.